Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Жаркое дайындайтын боламыз. Өте оңай және де тез. Ең бірінші қазанымызға майымызды құйып аламыз. Одан кейін осы майдың үстіне құйрық майды да кішкене қуырып жіберсеңіздер болады. Дәмі өте керемет болады. Енді майымыз қызып дайын болғаннан кейін керек мөлшерде етімізді саламыз. Етімізді қуырып аламыз. Етіміз қуырылып болғаннан кейін өзінің суы тартылады. Одан кейін пиязымызды және де сарымсағымызды саламыз. Дәміне қарай тұзымызды қосатын боламыз. 1 ас қасық тұз қостым. Барлығын араластырып тағы да қуыратын боламыз. Одан кейін томат пастасын немесе қызанақ қоссаңыздар болады. Осы жерде қалауларыңыз бойынша бұрыш сондайлар қоссаңыздар болады. Мен еш нәрсе қосқан жоқпын. Барлығын осылай қуырдым. Енді жылы судан құямыз. Ары қарай достар, алдын ала аршып дайындап қоямыз. Картошкамызды барлығын осылай кубиктап орташа көлемде турап аламыз. Суымыз қайнағаннан кейін осы картошкамызды суымызға саламыз. Етіміз пісті. Енді картошкамызды салып, картошкамызды да жарты сағат немесе 40 минуттай пісіріп аламыз. Өте керемет болды. Суы осындай кішкене көп болу қажет. Міне достар, картошкамыз пісті, тамағымыз дайын. Сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ас болсын.